Сәлем достар, сіздер мен EasyKZ. Бүгінгі видеода кассада саудаланатын шетелдік акциялар туралы айтатын боламын. Неге шетелдік акцияларды касса биржасынан сатып алу керектігін білгіңіз келсе, және қандай акциялар кассада саудаланатыны туралы қызық болса, бірден видеоға лайк басып, өз пікіріңізді жаза кетуіңізді сұраймын. Егер арнаның жаңа көрермені болсаңыз, подписаться батырмасын басып, арнаның тұрақты көрерменіне айналыңыз. Менің өтінішімді орындап болсаңыздар, бірден тақырыпқа кірісіп, сұрақтарымыздың жауабын алайық. Өздеріңіз білесіздер, бір акция бірнеше ел биржасында саудалана алады. Мысалы, Apple компаниясының акциясы Қазақстандық касса биржасында, американдық NASDAQ биржасында, Ұлыбританияның Лондон қор биржасында және тағы да басқа биржаларда саудалануы мүмкін. Сол сияқты, кассада тек отандық компаниялардың акциясы ғана емес, көптеген шетелдік компаниялардың да акциялары саудаланады. Шетелдік акцияларды отандық қор биржасынан сатып ала отырып, сіз бірнеше артықшылықтарға ие боласыз. Бірінші артықшылық ол брокермен байланысты. Кез келген отандық брокердің кассаге шығу мүмкіндігі бар. Сол себепті шетелдік кассаде листингтелген кез келген акцияны отандық брокермен сатып ала аласыз. Мысалы, сіздің брокеріңіз Халық Инвестделік. Сіз Citibank компаниясының акциясын сатып алғыңыз келеді. Алайда ол тек Нью-Йорк биржасында саудаланады. Ал Халық брокерінің Нью-Йорк қор биржасымен байланысы жоқ делік. Сол себепті де ол акцияны сіз сатып ала алмайсыз. Енді ол Citibank акциясы касса қор нарығында да листингтелді делік. Халық Инвесттің кассамен байланысы бар болғандықтан Citibank акциясын сіз сатып ала аласыз. Келесі артықшылық валютамен байланысты. Кассада саудаланатын көпшілік акциялар доллармен саудаланады. Ол сізге отандық брокер арқылы доллармен инвестициялауға мүмкіндік береді. Соңғы артықшылық және ең маңыздысы ол салықпен байланысты. Кассадан табылған кез келген табысқа салық салынбайтынын білесіздер. Осылайша сіз доллармен табыс таба отырып, дивиденд ала отырып, ешқандай салық төлемеуіңізге болады. Егер сіздерді кассада листингтелген шетел акцияларына инвестициялау қызығушылық тудырған болса, видеоның келесі бөлімінде сол шетелдік акциялардың кейбіріне қысқаша сипаттама және тикері жайлы анықтама беріп өтетін боламын. Қазіргі кезде касса қор нарығында 40-тан астам шетел акциялары саудаланады. Солардың біріншісі бәрімізге танымал Apple компаниясының акциясы. Оның тикері келесідей. Компания смартфондарды, компьютерлерді, планшеттерді шығарумен, құрастырумен және сатумен айналысады. Apple-дың негізгі өнімдеріне MacBook, iPhone, Apple Watch, iPad, AirPods, Apple TV, iCloud және тағы да басқалары жатады. Екінші компания ол American Airlines. Бұл компания Солтүстік Америка, Кариб өңірі, Латын Америка, Европа, Тынық мұхиты өңірлерінде жолаушылар, жүк, пошта тасымалдаумен айналысатын авиакомпанияны басқарады. Сатып алу үшін өз брокеріңізден келесі тикерді жазып іздесеңіз болады. Үшінші компания American Electric Power. Аты айтып тұрғандай, бұл компанияда американдық. Ол ақш-тың әртүрлі аймақтарында электроэнергия кәсіпорындарының негізгі иеленушісі. Сонымен қатар, American Electric Power ең үлкен электроэнергия өндірушілер қатарына кіреді. Сатып аламын десеңіздер, келесі тикерді қолданып, өз брокеріңізден тауып алуларыңызды сұраймын. Кассаде доллармен сатып алуға болатын компаниялардың енді біреуі ретінде Amazon компаниясын қарастырыңыз. Бұл компания Amazon.com және Amazon.ca сияқты өз сайттары арқылы онлайн түрде әртүрлі жеке сауда-сату қызметін ұсынуда лидер болып табылады. Ал оның иегері әлемдегі ең бай адамдардың қатарына кіретіндігін ұмытпаңыз. Мына көрсетілген тикерді жазып,
өз брокеріңізден Amazon акцияларын сатып алсаңыз болады. Сізді американдық банк және қаржы секторына инвестициялау қызықтыратын болса, Bank of America компаниясын қарастырыңыз. Ол да Кассы биржасында листингтелген. Банк жинақтау шотын, депозит, ипотека, құрылыс несиелерін, ақша активтерін басқару, депозиттік сертификаттар, инвестициялық қорлар, сақтандыру, онлайн банк қызметін ұсынады. Банк қызметін бүкіл әлем елдерінің клиенттеріне ұсынады. Сатып аламын десеңіз, келесі тикер арқылы іздесеңіз болады. The Boeing Company компаниясының акциясында Кассы биржасынан тапсаңыз болады. Ол американдық трансұлттық корпорация ұшақтарды құрастырумен, жинақтаумен, жасаумен және сатумен айналысады. Одан бөлек компания қызметіне спутниктерді, ракеталарды, телекоммуникациялық құрылғыларды да жасау және сату кіреді. Лизинг және өнімдермен қамтамасыз ету қызметін де жүзеге асырады. Компания бүкіл әлем елдеріне өз қызметін көрсетеді. Компания егері болу сізді қызықтыратын болса, келесі тикерді жазып, өз брокеріңізден тауып алсаңыз болады. Денсаулық сақтау саласындағы компанияға инвестициялап, портфеліңізді диверсификациялағыңыз келсе, Кассыде листингтелген Biogen компаниясын қарастырсаңыз болады. Biogen халықаралық биотехникалық компания. Ол нейродегенеративті аурулар мен гемофилияны, аутоиммунды ауруларды емдеуге арналған әртүрлі дәрі-дәрмекті өндірумен және осы салада зерттеулер жүргізумен айналысады. Компания тикері келесідей. Кассы биржасында инвестициялау мүмкіндігі ретінде ConocoPhillips компаниясын қарастырсаңыз болады. Бұл компания біршама мұнай және газ қорына иелік ететін және мұнай өндірумен айналысатын ақш-та капитализациясы жағынан үшінші компания болып есептелінеді. Компанияның тикері келесідей. Достар, бұл Кассыде листингтелген шетелдік компаниялардың аз бөлігі ғана. Егер сіздерді басқа компанияларда қызықтыратын болса, пікірге қосу таңбасын жазып кетулеріңізді сұраймын. Компаниялар тізімін алдыңғы видеоларда жалғастыратын боламын. Назар салып, видеоны соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Видеоға лайк және пікір жазуды ұмытпа.